Қазір спортқа дін кірді, дін келді. Боксшылардың көбі намазхан. Рингке әр уақыт деп емес, иншаллах деп шығады. Жекпе-жек алдында пікірін сұрасаң, көреміз, Аллаға аян, ринг көрсетеді деген секілді жауап қайтарады. Дін боксшыларымыздың сол бойындағы рухты бастаған жоқ па? Жоқ, басты деп ойламаймын. Енді басылатын болса, міне осы соңғы чемпионат, әлем чемпионаты дәлел деп ойлаймын оған. Іспен дәлелдеп отыр ғой бәрі жігіттер. 4 бірдей қазақтың жігіті міне 5-еуі финалға шығып отыр. 4-еуі алтын алып отыр, 1-еуі күміс алып отыр. Ол енді бәрі намазхан жігіттер ғой, мен білетін інілеріміз артымыздан келе жатқан. Барлығы намазхан. Иншалла деп жүрген жігіттер. Енді бұл жерде діннің қатысы жоқ та бұл жерде. Жоқ, енді халық арасында бәрібір сондай бір қате түсінік бар да. Соны ашып айтқан дұрыс деп ойлаймын. Бәрібір өзіңіз де дін жолында жүрсіз. Сіздің енді дін жолында жүруіңіз осыншама жетістікке жетуіңізге кедергі болмады ғой ешқандай да? Кедергі болмады, және бір себеп те болды деп айта алмаймын да. Мысалы, ол былай